Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Рама. Достар, біз наконец ранчоны бастадық. Осыған дейін Roblox түсіріп, тоқтар түсіріп жүрдік. Ал бірақ бірінші каналда банға кетпеген бірінші каналда, яғни ранчо ойнап едік. Біз бірінші несін ойнадық, бірінші версиясын. Қазір бізде ранчо симуляторының екінші версиясы. Өкінішке орай бірінші каналымыз банға кетті. Сол себептен мен танит деп ойлаймын, өзімнің жеке подписчиктерім бұрыннан қарап келе жатқан бірінші каналымыз өкінішке орай банға кетті. Екінші каналдан енді осылай ранчо бастап әртүрлі ойындардан жалғастыратын боламыз. Кей кезде влогтар шығып тұрады. Бірге тамашалайық. Кстати, каналға лайк басыпсыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңдаршы. Сол себеп тіркеліп кетуді ұмытпаңдаршы. Мен деген соңғы кездер қатты терлеп жатырмын осы каналға ше, екінші каналға. Сол себептен қолдауды ұмытпаңдар достар. Ойынға оралатын болсақ, өзімнің денемді жасап алдым ранчоға, қараңдар. Не деген красавчик, да? Өзімнің шашымды, өзімнің денемді жасап алдым. Чисто очки киген мен ғой мынау. Классика шалбармен, как положено, классический туфлимен, үстіне шешіп қойған, загар алып жүр. Машинаны оталдырамыз. Бізге ранчоны бастаған кезде достар, қараңдар, $10,000 берді. И бізде сол жақта задание тұр, первое ранчо. Яғни бізге бірінші ранчомыз бар, жер сатып алуымыз керек. И бізге машина берді, андай универсалка. Бұл ранчода достар, білетін болсыңдар, мал бағады, егіншілік, мал, өте көп возможность бар. Біз неғып жүріп кеттік. Бірінші картадан қарап алайық достар, қараңдар. Картадан қарайтын болсақ, бізде ана жақта 4 түрлі ранчо бар екен. 4 түрлі ранчо. Мен мысалға ранчоны алғым келеді өзімше. Өйткені магазинге жақын, барлық жерге жақын, бірақ бұл $24,000 тұрады. Бізде $10,000. Сол себептен біз $6,000 ранчо алмай, $8,000 алсақ қалай? Өйткені $6,000 алыс қой бізге. $8,000 былай үйден шығасыңдар, ровно прямой келе қоясыңдар ранчоға. Сондықтан осы $8,000 ранчоны алатын сияқтымын достар. Кеттік, машинамызға отырайық. Мен бұрын ранчо ойнағандықтан шамалы былай білем. Ранчо жалпы қандай ойын екенін, не істейміз, не туралы мақсатымыз, не барлығын білем деп айта алмаймын, бірақ жалпы білем. Сол себептен бұл ойында менімен бірге сендер қиналмайтын боласыңдар. Бұл жақта енді контенттің достар түрі бар. Аңға шығуға болады, балық аулауға болады. Жақында қосыпты осы балық аулауға болады. Балық аулайтын, яғни режимді жақында қосқан. Бұған дейін балық аулауға болмайтын түгін. Мал шаруашылығымен алсаға болады, охота десеңдер, охота, үй салуға болады. В общем, андай ғой, ауыл шаруашылығы бұл сөзбен. Таза ауылдың өмірі, бірақ локация бізде Америка құрама штаттарындағы Техасты еске түсіреді да. Техасқа ұқсайды көбінесе. Басқа не айтам? Ранчоға да кеп қалдық. Бізде бұзатын нәрсе көп екен, көріп тұрып. Так, Техасқа еске түсіреді. Техастағы ауыл шаруашылығы, короче, кеттік ал. $8,000 сатып алдық. Сразу ат қойып тастайық. Не деген ат қоямыз? Сразу ауыл шаруашылығы деп қоя саламыз ғой достар. Я, ауыл шаруашылығы. Так. Дұрыс қой, да? Так, ауыл шаруашылығы. Все, принять. Так, ауыл шаруашылығы. Все, достар, ауыл шаруашылығын бастадық. Машинаға отырайық та жақындап, заброшкаларды бұзып тастайық жақтағы. Ең бірінші осы заброшкаларды бұзып, мусорларды теруден басталады ғой. Любой ойын мусор теріп, жақта бетке келтірумен басталады. Мен клавиатурам қозғалып отыр қайта. Так. Бұзып бастайық. Ломмен бұзамыз. Кез келген стройканы осы ломмен бұзамыз. Салатын болсақ, балғамен саламыз. Банальный нәрсе ғой, не айтып отырсың дейді жарыстар. Так. Не деген низкая. Мен былайша қуанып отырмын ше, Техаста мал бағатыма. Бірақ маған көбінесе оңтүстіктің табиғатында жерде мал баққан ұнайтындай. Білесіңдер ма, осы Қызылорда қаласы, Шымкент, сол жақта жолдың жиегіне қарайтын болсаңдар, айдала ғой, бір ағаш жоқ қой, осындай айдала. Ағаштарды есептемей қойып, осындай айдала. Осындай шөптермен шеңгел. Одан қалды көл, өзен болса, соның қасында жиегінде қамыс. Вот сондай жерде мал баққым келеді. Мынау енді соған кеп қалады былай. Сондықтан мен өзім жалпы хоббиім ғой, осындай мал шаруашылығынан айналысу. Бірақ енді менде возможность жоқ шын өмірде мал шаруашылығынан айналысуға, себебі менде жер жоқ. Біріншіден
Екіншіден менде мал алуға ақша жоқ. Сол себептен неге ойында хотя бы айналыспасқа, иә. Сондықтан осы ойынды бастап жатырмын достар. Бір жағынан сендерге контент болады. Осы қазақ ютубын мен жиі қараймын ше. Қазақ ютубын қарап байқап жатырмын. Көбісі ранчо бастап жатыр. Нақты кім екенін айтпай ақ қояйын, өздерің білетін шығарсыңдар. Вот сол ютуберлердің көбісі ранчо бастап жатыр осы жақын арада. Бұрын ранчо хит болған түгін. Бұрын ранчо трендта еді. Көбісі ранчо түсіретін түгін. Мына жақта мусор жоқ қой, болды ғой, иә. Бұрын көбісі ранчо түсіретін түгін, одан кейін қойды. Қазір жаймен қайттан бастап жатыр екен. Мен сол кезде де мен де ранчо түсірдім. Мен ранчом жақсы просмотрлар жинаған түгін. Бірақ өкінішке орай каналым банға еткен себепті мал жоқ. Қайттан екінші каналға бастап жатырмын. Темір бұзбай қояйық пока, иә. Біздің ранчомыздың тұрғанын білдіртеді. Біздің ранчомыз екенін білдіртеді. Қоя берсін пока темір. Мусордың бәрін теріп алу керек. Қабырғаларын бұзып тастаймыз, әрине. Мусорлар деген өте көп, қараңдар. Міне тұр. Міне. Айтпақшылай қалай достар, веб-камерамның качествосы қалай, нормально ма? Әдем, енді қатты андай шын өмірдегідей мындай көзбен көргендей қылып не істей алмайды, графика бере алмайды бәрібір ше. Бірақ соның өзінде әдемі графикам. Камерамның качествосы, графикасы әдемі. Так, мынаны бұзбаймыз, қалған бәрін бұзып тастадық. Мына жерде мусор қалған жоқ па да? Жиікте. Все, болды. Мен достар, мен жалпы әр видеоны түсірмей жатып, примерно былай қағазға жазып емес, мимен сценарий құрамын да. Бүгінгі видеода не істесем болады деп түсірмей тұрып ше. Мен бүгін шешіп алдым. Бүгінгі видеода біз шошқадан бастайтын сияқтымыз ше. Бірінші видеомызда шошқа сатып алып, бізде қанша доллар? 2000 долларға алма, сол 2000 долларға шошқа алып, шошқа сатып алып, шошқа асырайтын сияқтымыз. Так, оған біз шошқа асырау үшін бірінші қора салу керек бізге да. Қора салу үшін ағаш керек, ағаш сатып аламыз. Бірінші планировкасын құрып алайық. Мына кітапты ашатын болсақ, қараңдар. Бізде неше түрлі зат бар. Фундамент, мына жақта примерно өзің келтіріп саласың үйді. Ана жақта дайын үйлер бар міне. Фермерский дом 6, 4. Бұларды бүйтіп қоя саласың да міне. Оған сосын материалын алып көре саласың. Сатып аласың яғни. Бұның астында не бар бізде? Мына кітаптың свет жанбай қалды ғой. Міне. Так, бұның астында амбарлар бар бізде неше түрлі. Есіктері, стойкалары. Бұл сиыр асырағанға или жылқы асырағанға. Бұл жақта курятниктер бар. Бұл тауыққа арналған. Бұл жақта забор, неше түрлі там колодец, міне қараңдар. Су алғанға. Деревянная доска, алтау цемент керек екен бұған да. Так, мына жақта кормушка, свет, шкаф дегенде, мына жақта чисто гүл, сувенирлер. Мына жақта теплица, но теплица. Егін еккенге, яғни. Так, үй. Мә достар, қараңдар. От первого лица қойып кетті, прикинь. Бақ қой да. Осылай ойнай бермейміз да, күшті ғой. От первого лица. От первого лица ойнай берейік. Так, бізге енді бүйту керек, магазинге бару керек та. Забордың планировкасын салып кетейік та біз деген. Так, қазір шошқа қора асырайын тұр, қосаған шошқа қораға примерно забордың планировкасын жақтан бастап былай. Былай, сразу есігін салып кете салайық, былайдан. Есік қойып. Қатты үлкен қылмай, шағын қылсақ жетеді. Көп шошқа асырмаймыз. Так. Осылай. Жерге бір есік салсақ, тағы шошқа деген несе қиын кіргізу қораға. Осылай. И тағы бір стойкасымен келтіре саламыз. Жете ме мұны? Жетпей қалады да. Онда бізге бұзу керек та, мынаны қайттан былай салу керек. Былай. Сосын бір стойкасын былай салсақ. Қатты кішкентай болып былай сала берекші. И міне. Осылай сала саламыз. Осындай шағын қора. Енді бұған ағаш керек. Так, сынаған 4, 8 ағаш, 7 ағаш, 15 болды ма? Так, 15, где-то бір 10 ағаш алып жатырмыз. 10 ағашына еще машинаға сыйғызу керек. 10 ағаш алып, осы заборды бітіріп, сразу шошқа алып көру керек.
шошқа алу үшін еще достар бізге машина керек. Мына машинаға яғни универсалкаға жануар сыймайды вроде. Животное сала алмайсың, сол себептен бізге машина алу керек. Шағын машина алатын шығармыз, UTV ма, андай қазір көрсетсем ғой. Машина алып, сразу жануарлар тасып, солай бастап кету керек болып тұр ғой фермерствоны. Прямо жүре берсек осылай магазиннен шығамыз. Картаны примерно былай қарап алдым міне. Ана охотник не екен. Былай қарай прямо жүре берсек міне магазиннен шығасың. Оп, абайлау керек. Бұл ойында достар еще байқағаным, әртүрлі событиялар бар картада. Аң аулайсың, балық аулайсың, еще бір машина болады, машина құрастырасың. Сондай өзінің событиялар бар. Соның бәрін жаңа қарап алдым. Абайлау керек. И абайла. Вот солармен ақша тапсақ болады, плюс қалтаға, плюс басқа событиялармен ақша түсірсек болады, и мал, егінші шаруашылығымен ақша түсірсек болады қалтамызға. Так, шошқаларды әзір алмаймыз, бізге патрон ала салайық, керек болады жолдан аң көрген кезде атуға. И бізге жем керек, шөп керек, я. Где-то бір 5 мешок шөп, 2 атылайын бак с водой алу керек. Бізге шелек керек, да? Или давайте бак с водой алмай. Не істесек ше, құдық салсақ ше. Колодец салсақ сразу. Колодец алу үшін бізге шелек керек. Шелекпен аламыз ғой, я. Так, үлкен шелектен біреу, кішкентай шелектен біреу алсақ. И деревянныйдан біреу алсамыз, да? Давай деревянныйдан біреу алсақ. Все. Колодец саламыз. Колодецке бізге цементпен ағаш алсақ болады. Так, пшеница 5. Все, бәрі $181 болды. Бізге ақшаны экономдау керек еще. Затымызға неқа шығады ғой, я? Машинамызды жақындатып қояйық. От первого лица нормально ғой, по идее, я? Ешкім мешет етіп жоқ қой. Сендерге ондай біртүрлі емес па? От первого лица өзімен өзі қойып қойды достар, бакпен тұра берсін. Так, энтерді бассалақ, бізге оқып керек емес, себебі біз білеміз. Жемдерді төбесіне қояйық. Оқты сразу салып алсалар қалтамызға. 124 оқ. Қалған жемдердің артына сала саламыз. Болды ғой сонымен. Все. Так, бізге достар бәрібір кредит алу керек сияқты, я? Бізде қанша $1800 бар ма? $1800 болса, бізге әлі ағаш алу керек қой, мәссаған. Так. Мынау жанармай, я? Арттағы. Строительный магазин бізде артта. Артпен жүре берейікші. Так. Абайлаңдар. L басса жана ма? Свет жанатын L басса. G басса ше. G басса события. Танысып жатырмыз жаймен. Мынау бізде Best Burger. Бияқа ет өткіземіз, ет сатамыз. Мынау бізде бұрыл. Так, мынау бізде машина сататын магазин. Мынау строительный магазин. Кеткі строительный магазиннен 10 блок ағаш и 20 цемент алу керек. Enter. Есік ашылды. Достар, камерада түрім өзгеріп кеткен, или ракурсым өзгеріп кеткен болса, мән бермеңдер, да? Жаңа жұмсап жетіп, мен жұмсалып келе жатырмын. Так, біз бағана не алам деп едім мен? Так, ағаш алам деп келдім ғой мен, кстати. Ағаш и цемент 20 штук, да? Хорошо. Так, бізге бірінші ағаш алу керек, 10 стак. 10 стак жетпей қалу мүмкін, 11 стак алайықшы. Или жетеді 10 стак, да? Давай 11 стак алсақ. Оплатить. И цемент бар бізде, да? Цемент 20 килограмм. Жоқ, 20 килограмм. Так, $200 бола ма? 20 килограмм. Біреуі 5 килограмм болса, төртеуі. Так, $100 ма? Давай $100 төлесақ. Нормально. Еще лопата алсал керек бізге. Инвентарьда тұра беретіндей, яғни. Канистра керек па бізге? Канистра керек бола ма? Керек болады сияқты, я. Канистра алсақ. Болды достар, оның бәрі машинаға сыйғызу керек енді. Еще матрас алсал керек бізге. Бұл жаққа барып ұйықтаймыз ғой. Надувной матрас, вот. Оның бәрін сыйғызуды айтса достар, түн еще деген дала. Дауыл болған ба, төбеден ағаш түсіп атқанша. Так, не қақта, машина қақта. Машина отыр. Еще бізде машина зат бар ғой. Оның бәрін тастап кету керек еді ғой бағана.
Ой, ё-моё. Так, енді қытан бәрібір өзін не алатын сияқтымыз. UTV. Ол бізге бәрібір керек қой түбі. В смысле закрыто? Ұйықтау керек бізге, достар, закрыто деп тұр. Дала түнгі. Түн екенін білмейді, бірақ бізге ұйықтау керек та. Маған түнде матрас ашып, сосын барып не істеу керек? Неге кіру керек? Атылады. Достар, дала дауыл болып отыр. Сұмдық қой мынау деген. Мен деген наушник кимеп қойға бәсе бірдеңе ойынның атмосферасы сезіліп жатыр, достар. Сонда наушник кимеп отқанын қарасай. Бәсе енді сезіліп жатыр. Дауыл деген құлағың астында бірдеңе тұрған сияқты жылдап ше. Вот машина ашылды мынау. Сразу қараңдар, UTV аламыз. Басқа машина алатын болсаң, $1600 жетпейді мысалға. $1000 жетпейді. 1500 жетпейді мысалға. Оларға симайды жануар. Сондықтан амал жоқ, UTV алсам $800. UTV сразу не істейміз, жақтан шығып ше. Кредит алсайшы, достар, $2500. Бәрібір жетпейді, қараңдаршы, бізде $400 бар, бізге әлі шошқа алу керек, сондықтан кредит алатын сияқтымыз. Бәрібір де. Взять кредит. Все. Достар, бәрібір қазақпыз, қанымызда бар. Сондықтан кредит алмай болмайын деп тұр. Мынаны оталдырып аламыз да. Давай тюнингке резко тыға салайық да. Тюнингке тығып бұны, дауыл деген сұмдық қой, Мындай дауылды үйде жату керек қой адам. Так, ничего, радио керек емес. Просто бізге цветін боясақ болып, чисто андай фермерский цветпен. Яркості қатты қоямыз да. Негізі фермерлердің түсінде қоңыр, ондай военный цвет кеттік. Вот, әдем. Енді бізге осыған заттарды салып алу керек. Бүйтпей жаққа апарып тастап, қораны бітіріп алып, сосын үйлерді тасу керек. Аталайды оларда. Үшеу, төртеу. Біз 11 стак алдық, Әлі бар ғой, значит, 5-еу. Алтау. Жетеу. Сегіз. Тоғыз. 10. И соңғысы 11. Әлі цементтер бар ғой еще, 4 цемент. Так, опа, сиіп жатыр енді бірдеңесін қылып. Мен жүрсем ұшып кетіп жатырмын ғой, достар, қарасыңдаршы. Жүрсем ұшып кетіп жатырмын, дауыл деген сұмдық екен. Опа, қойдық. Енді мынаны бірдеңе қылып қой керек қой бізге. Қою қиын екен ше. Ей! Не болып кетті? Канистра қайда? Канистраны бүйтіп тығассақ болады, мына жағына. Қолымызда канистра бар ма біздің? Бар ғой, Канистраның ішінде жоқ болғанда енді қалмай деп тұрып. Жек қоя салайық қой. Лопатаны ала саламыз инвентарға. Болды ғой, Болды, четко енді. Барып, мынаның бәрін. Аналарын қалып қойған қарсы, достар. Бәле, не істейміз енді, Бәрір қалып қойып тұр, екеу. Екеу неге сыйғызайық онда, неге? Аталады. Универсалкамызға сыйғызайық, машинамызға, екінші машинамызға. Екеу қалмайды да, қалып қойып тұрған айтам да. Кеттік, апарып тастайық онда. Дауыл деген сұмдық екен енді, Үйіміз аяқтамайды біздің. Дұрыс баратырық бәтер, картаға қарайықшы. Артқа баратырық қой біз. Не деген дауыл, достар, жатсаңдаршы, үйлеріңде жатсаңдаршы. Не істейсіңдер анда дауылда? Мен қол сағанды алып, ойын болғаннан кейін. Сендердің бәрін. Андай погодада ше, достар, жату керек қой үйде, терезе бәрін жауып тап, қымтап тап.
конжер косуга да болмойт да. Даладан ком келет. Конжер коспай чисто вентилятор болса үйде сонымен жату керек қой. Телевизор қосып қойып или Counter Strike ойнап. Интерстеллар деген кино білетін шығарсыңдар достар, көргендерің болса, сол Интерстеллар дейтін кинода осындай жиі дауыл болады. Терезелерінен дауыл кіріп, сол үйлердің бәрін қымтып, олар сыпырып, одан үйіндегі құмның бәрін. Интерстеллар деген кино көрмесіңдер, соны көріңдер. Как раз еще ғарыш туралы. Ол кино қызық өте. Мен жақсы көретін киноларының бірі. Интерстеллар. Ішінде ана актер ойнайды. Американский психопатта ойнаған актер ойнайды ішінде. Прямой барсақ ранчодан шығады екенбіз. Келдік. Келдік па? Жоқ, әліге келген жоқпыз. Мына оң жағымызда екен жол. Ранчоға баратын жолымыз. Ранчо ауыл шаруашылығы деп айтайықшы. Мына жақта тұр екен қорамыз міне. Риск салып бастай берейік. Фык. Төбесіндегі цементтердің бәрін алайық та. Дауыл басылып атқан сияқты достар. Неге басылып атқан жоқ па? Так. Мына жағын салайық. Мына жерге саламыз. Мына жерге енді кормушка керек қой бізге. Кормушканы неге ортаға салу керек? Себебі шошқалар айтпаса жекке салсаң, шошқалардан үстіне шығып алады да, қашып кетеді. Тура ортасына салу керек. Поилка екеуін. Поилкаға су құясың, кормилкаға жем шөбін бересің ғой. Болды ғой, четко ғой, Кормушканы әлі де жақындатамыз ғой бері қарай. Қатты тақалып кетті ар жаққа. Осы тура ортаға салайық та. Арасынан өте алатындай қылып ше еще. Эй, нара. Все, мынаны жаба саламыз. Жоқ, сөйтпей қалдық. Все, достар, ровно кетті ғой. Мына жерге екі есік салдық қой, Так, енді мына жерге бүйтіп кеп тұр мен. Не қайда, забор қайда? Забормен мына жерде бүйтіп қоршап тастағым кеп тұр. Мына жер чисто парковка болады сол кезде. Былай. Міне, осыған бір стак ағаш кетсе, болды, мына жерге чисто машина тұрады. Мына жақта қора, ранчомыз. Неміз қорамыз, шошқа қора. Сөйтін жаққа шошқа баға берсек, мына жерде машиналарымыз тұрады. Не деген дизайнер міне, достар, Так, енді бізге мен черлеп жатырмын, мима тастап кете салу керек та. Машинамен барып немізді алып кетуіміз керек қой. Аталады. Екінші машинамызды, универсалкамызды алып кетуіміз керек. Оған цементті сыйғызып еще. Эй, это танец. Абайла. Абайла. Шәлкін охоте портмоныңды қарайла. Ақша бар менде. Айтшы бар менге. Тусын құйсын неге қолдайды. Рэпер. Неге бізде градус аз. Қандай ана рэп. Шәлкін охоте портмоныңды қарайла. Менге. Бізде градус аз. Білмеймін, ұмытып қалдым, бір рэпті есіме түсіп отыр да, қайырмасы. Бірақ қандай рэп атағандай екен ұмытып тұрмын. Айтпай қойыңызшы тағы. Не айтып отырсың деп айтарсыңдар, сөйтіп шығарсыңдар. Шандай, жынданып кетсең. Біз пайде қора салып біттік, шошқаны таси берсек болады, Бірақ бізге машинаны апарып тастау керек, машинаны. Бізге колодец салу керек. Кешірші, одной менен разворот алып жатсың ба? Өмет жаңа. Осы жерде емес бе? Не тұрған. Ош. Бензинный канистраға соғылып не көрінді бізге? Бітті ғана. Сияды екен төбесіне төр.
қоя салайықшы, қиналмай. Все. Так, ранчо бізде артта ғой. Ана жақ дұрыс баратыр. Енді бізге кеп шошқаны алып кету керек. Екі шошқа аламыз ба екен, или ақша көп қой бізде, 4 шошқа алмаймыз резко. Или шошқадан бөлек қой аламыз ба? Бір қой, бір ешкі, и тағы бір не қыламыз екен достар, не істейміз екен? Или бүйтеміз ба, 4 шошқа аламыз, оның біреуі ғана еркек, қалған үшеуін ұрғашы аламыз ба? Сол кезде баланы көп туады, үшеуі. Бір еркек 3 ұрғашыға шамасы келетін шығар да. Ақша бар менде. Қанша доллар бізде? $2900 бар екен. Ол $2900 пока бізге пока қазір көп болып тұр. Ертең 2-3 видеодан кейін $2900 бізге дым болмай қалады, мен сендерге айтайын. Ранчоны ойнаған ретінде айтайын. Так. Мен романтик. Абайлау керек. Примерно колодецше на жерлерге салсам қалай, я? Жақсы ғой, я? На жерге салсам колодецті. Так, не колодец, жерге салсам. Филикпен сосын су тасимын осыдан. Естіп отырсың ба достар, машинадан радио ойнап жатыр. Или естімейтін шығар сендерге, өйткені мен естимін ғой. Фонға музыка қоямын ғой, сосын сендерге естілмей қалуы мүмкін. Музыка. Осы жерде цемент бар еді. Машина болды, оны салып тастаппын ғой, машинадағыны алу керек енді. Фонға музыка қоямын, сол себептен сендерге естілмей қалады сияқты. Ағаш ровно кеткенше ема. 6 ағаш ровно кетті. Болды достар, дайын колодеціміз. Енді бізге шөптердің бәрін түсіріп алып ішіне сала берсек. Шошқаларға қора дайын почти. Канистраны ана жаққа қоя салайық. Надувной матрасты бір ашық жерге тастасақ. Так, шелектердің бәрін ана жерге, жақын жерге, есік қой бізде, жақын жерге қоя салайық шелектің бәрін. Чтобы колодецтен солғанда. Неше біз 4 ақ жем алғанбыз ба не сонда? 5 еді ғой вроде, или 4 алдық па? 4 алған болып тұрып қоя. Тағы бір-екеу ала салу керек. Есікті жабамыз да, кеттік ал. Неге кеттік ранчомызға? Бізден градус аз. Рахат, ранчодан шығасында прямо кете бересің. Магазиндерге қарай. Былай жерге парковкаға әдемі қойып кетсек, ешкімге мешать етпейтін не. TV-мізді алып аламыз да, бұған шошқа салып алу керек. Тесе жүрсей. Так, жасыл американский военный машина сияқты, я? Достан қазір 2 шошқа аламыз. Бұл машина өзі 2 ақ жануар сияқты. Сол себептен 2, бір самка, бір самец салады. Ой. Таптағы ентер басы салайық. Бәсе отырмай жатыр ғой. Мына жерде шөптер бар. Осындай шөптердің бәрін достар газонокосилкамен кесуге болады. Бізге енді бұны байып алғаннан кейін жасамасақ, газонокосилка алмасақ, сол кезде жерің әдемі болып тұрады андай. Жем алайық біз, тағы 1-2 жем алсақ. Полный от первого лица ойнап шығатын болдық мына ойында. 1-2 жем алсақ, сонымен. Айтпашы тағы келетін сияқтымыз ғой біз. Өйткені тағы жануар алу керек бізге. Сияды ғой, сияды ғой. Сыйғызамыз ғой, сыймаса. Все, кет. Анау бензин аз қаранды достар. Йока, отырады бензин. Аз достар, зор болды қарандар. Бензин отырады деймін, отырып қалды. Бізге наяқтан канистр алу керек та енді. Дәл қасымызда заправка бар. Хорошо, что содан бар. Не алу керек. Жандырмай алу керек. Достар, зор болды. Наяқта канистра жоқ. Канистра бізде неде екен ғой? Строительный магазинде.
деген строительный магазинге барып. Мына жақтан секіре алмаймыз. Ё-май, мынаны сындырып тастауға болмай ма? Болмайды да. Біреудің жері ғой. Ұшқа өліп қалмайтын шығар. Жүгіріп барып енді канистр алып бізге. Мына жүгірмей ма не? Мына жүгіреді екен. Counter-Strike'да shift басаң жүгіреді. Канистр алып бізге машинаға құйып алып келу керек бензин. Солай кеттік жаққа. Бір проблема табылады ғой көрші. Мен жүгірсем мынаумен бірдей болып барадырмын осы көрсім. Есігін ашып жіберіп артындағы, если не болса, тұтқындарды қамайтын машина болса, артындағы тұтқындарды босатып жүруге болады, есігін асып. Просто жүгіріп бара жатқанмын ше машинамен бірге. О не? Читать газет дейді. Мә, достар, мынандай бар екен, қараңдар. Яйцо $6 дейді ма? Изменить. Газет бар екен. Сегодняшние цены на товар: деревянная доска $2, 10% кепцию. Оплатить яйца минус 7% дейді. Курица көтеріп жатыр. Қараңдар. Оны енді уақыт тұруға бізде уақыт жоқ қой қазір. Оны сосын оқымасаң. Боевой өзіні мұт деп аяда осындай музыкамен. Free Fire'да не түсіретінек? Есіме түсіп кетті музыка. Не айтып кеттім ма? Канистра көрдіңдер ма? Канистра вот $25 аламыз да. Ана музыканы білесіңдер ма? Боевой өзіні мұт. Кімай мұт. Хайлайт түсіретінек баяда Free Fire'дан YouTube'ға. Сол кездері. Жағым талып кетті, достар, сөйлей беріп ше. Ютубер болу оңай емес. Дутуң құйдық. Құйыла береді, кете берсек болады байды. Так, не ақтан бет, тұранчомыз өз жақта ғой, Дұрыс барадық па? Дұрыс барадық, Или дұрыс барадық жоқпыз ба? Дұрыс барадық, ол шаруашылығы. Жемдерін алып алмасақ, шошқалар бакпен жоғалып кететіні бар. Келе ғой. Тай. Болды енді кір. Так, тағы бір шошқа. Кіргізіп сияқты тағы 2 шошқаға барып келейік. Енді достар, ұрғаш шошқа алу керек бізге. Себебі ұрғаш шошқа алсақ, екеуін. Бізде бір еркек бар. Сол бір еркек үшеуін неғыла береді ғой жаңа. Түсініп түсіндір ғой. Солай бізде шошқалардың баласы көбейеді, одан ет көбейеді. Опа, достар, аю жүр, аю. Не істейміз өлді? Аю емес. Көзім көрмейді, достар. Ана қара машинаның мен аю деп көріп тұрмын ғой. Масқара. Аю жүрсе атып алайын деп жүрмін. Етін сатып. Құтуш апай, шошқа алсам сізден. Так. Тағы бір 2 самка алсам, Сосын ағаш алғыш, достар, Ағаш алып үй жаққа әдемі қылып отырғызайықшы, бір 5 ағаш алсақ. 5 шықма, 5 алсақ. Үй жаққа барып отырғызамыз. Соғымен 1-2 шошқаларды бағамыз. Кеттік, родной. Вот ағаштар. Не ал дейді? Нан алып тастау керек деп тұр ғой, Сосын барып. Отырып алғанша өзім. Все, түсіндім. Хоп, шошқаны алып алсын. Жынды ма? Кесей? Қалып қойған ес? Болды, салынды. Енді заправка сала салайық. Канистраны. Как раз жолай осы шөпті ағаш жеп барыңдар. Вот, келдік, енді солға бұрыламыздар ескі. 2 шошқаны салып жүрсек. Достарлар, шошқамыз өліп қалар. Мына екеу как раз қошып кеттім ғой, екеуі өліп қалма деп. Өткен мен жем салмағам ба қасқа. Дым салмаппын ғой мыналарға. Су құймаппын деген. Сонда жүзден есікті ашайық та енді. Су құяйық құрсын. Айналдырып тұрасың ғой, су әкелу үшін. Мына барып құясын еш. Жоқ, бір құйғанда, достар. Қараңдар, бір құйғанда 30 литр құятын базар жоқ. Дұрыс екен, осы жақсы екен.
Ой, жоқ. Толтырып жоқ. Қаяқтың кормушкаға қарап айта салыппын ғой 21 деп. Мынаған толтырып кетеміз ғой бәсе. Бір қиғанда 7 литр кеткен. 30 литр емес. Бәсе. Вот. Мына жерде ағаш бар еді, мындай қоссаң иә. Күшті андай ауылдағыдай сезініп жатырмын өзімді. Үш нөмірде ранчомен айналыспасам да ойында әйтеуір сезіледі. Жиекке қоя береміз. Болды. Ағайындар ма еще? Достар дейікші хотя бы. Ағайындар деген бір түрлі екен шошқаларға. Достар шошқа дайын бәрі сендерде. Су, жем, шөп бәрі. Ана қараңда біреуін кіргізсең артынан кіріп барады достар. Ондай мүмкін ба не мына ойында? Ана өзі кіріп кеткенше қораға базар жоқ. Қарны ашып тұрайын ма или шөлдеп тұр ма? Қораға өзі кіріп кетті ғой. Қораға кірдің бала болды ғой. Так, енді бізге ағаш егіп тастау керек. Ағашты біз қалай егеміз? Біз битек лопатаны аламыз. Мына жерден бастап былай бұрыштан бір рет қазайық. Аха. Былайынан шамалы жүріп жерді қазайық. Үшін 5 ағашты 8 керек қой жерге. Мына жерді қазайық. Мына жерді. Как раз мына жерді қаза саламыз. Болды достар, дайын ғой, дайын. Енді 5 ағашты осы жерге отырғыза салсаң, әдемі кетіп қалады сияқты. Все. Как раз түн батып баратыр достар. Мен бір видеода 2 рет қараңғы аттырдым ба сонда, базар жоқ. Мына жерге бұлар өсе береді да, жақсы, бір жақсы жер. Тағы бірін алып алып, екеуін отырғыздық. Үшіншісі кетті, машинаны жақындатып аламыз ғой болмаса. Вот осылай. Дәл қасымызға қойып алып та машинаны. Вот осылай. Дұрыс болды достар. Ағаш егілді, шошқа қарасына қамалды, су, жем, шөп бәрі бар. Енді бізге матрас жайып ұйықтай салу керек қой. Достар қараңдаршы, ранчоның біріншісінде қараңғы батса қатты қараңғы болып кетеді, дым көрмейсің. Ал ранчоның екіншісінде базар жоқ, қараңғы батса білінбейді, шенен қараңыздаршы, жұлдыз нелерді. Демал болайын жатып, мен микрофонды баған бір дұрыс сөйлеп жатырмын екен. Аузымның төбесінде тұр ғой микрофон деген. Тұрамыз. Қараңдар, достар, бізде день 2, екінші күн уже. Керемет. Мына жаққа қоя салайық, UTV-имізді. Ана машинамыз қалды анаяқта, иә? Жарайды, тымдағы мәйтті. Так. Абайла. Машинаны жерге парковаться етейік. Достар, мен осы жерден видеоны аяқтайтын секілдімін. Себебі ойланып тұрсам, мен деген бүгін бірінші видеода біраз нәрсе өтіп тастадым, қараңдар. Қорытындылаймыз достар, видеоны. Қорытындылайықшы. Так, бүгін біз бірінші видеода жер сатып алдық та, резко шошқа, 4 шошқа сатып алып, оларға қора салып тастадық. И бір машина сатып алдық. Еще и ағаш егіп тастадық. Колодец салғанымыз бар. Бірінші видеоны кәдімгідей бүйтіп аяқтаймын деп аяқтауға болады. Қандай қысылмай аяқтауға болады. Бәсе шаршап кеттім. Бұл видео нешеде минут түсірілді екен. Болды достар. Бүгінгі видеода шошқа әкелдік, шошқа асырап жатырық. Енді ертеңгі видеоға дейін ол өссе жақсылап, сонымен оны етін сатып әйтеуір келесі видеода уже дамыта береміз достар. Все, машина сатып алдық. Басқа не айтамын? Табиғат, Техас, Америка құрама штаттары, Дональд Трамп деп басқа нәрсе айтып кетсең. Все достар. Сіздермен бірге болған Рама аман сау болыңдар. Аяқ астынан видео аяқтап жатқан біртүрлі, иә. Бірақ енді мен де демалғым келіп тұр. Бір жағынан шошқалар да демалсын бізден. Сіздермен бірге болған Рама. Давайте аман сау болыңдар. Келесі видеоға дейін кездескенше. Кстати, лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар достар. Ол ең бірінші маңызды іс. Давайте аманда.